Халықаралық ауыр атлетика қауымдастығы 2014 жылдың үздік спортшыларын атады. Былтыр Алматыда өткен әлем біріншілігінде топ жарған ресейлік Татьяна Каширина мен дүние жүзінің 4 дүркін чемпионы қазақ елінің өкілі Илья Ильин Ена Баскович атындағы кубок иегерлері деп танылды. World Weight Lifting журналы тағайындайтын жүлде әлем жанкүйерлері тарапынан берілген дауыс саны бойынша анықталды. Марапатты өткізуге дүниежүзілік ауыр атлетика федерациясының президенті Томаш Айын арнайы келді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев ашқан салтанатты жиын кезінде ел ауыр атлетикасындағы табыстар тағы да түзелді. Астанаға олимпиада чемпионы Нику Владтың да жол түскен екен. Влад қазір халықаралық қауымдастықтың вице-президенті саналады. Марапат кезінде сөз алған Илья Ильин қазақ ауыр атлетикасының бағындырар шыңы әлі де алда екендігін айтты. Және өзінің ізбасарлары өсіп келе жатқанда тиге кетті. Адамгершілік қасиеті жоғары, адамды сыйлай біледі, адаммен сөйлесе біледі. Ол да үлкен қасиет. Енді Ильядан үйренетін зат көп. Ильямен бірге жұмыс істейміз.